Қыздан тек қана шашы қалған, алақаны қалған. Осындай сұмдықтар болды. Батпаққара мен Торғай өңірлерінде өлген адамдардың толық тізімін жүргізбегеннің өзінде 2042 адам аштан өлгенін анықтаған. Шу ауданының Гуляевка елді мекенінде 3 күнде 6 адам, 49-шы ықшам ауданда күніне 8-10 адам өліп отырған. Қараталда желтоқсан қаңтар айларында кем дегенде 600 адам аштықтан өлген. Ақсу аудандық милициясының берген ақпары бойынша аштан өлген адамдар саны 2264-ке жеткен. Қазақтар аштыққа ұшырап жатқанда Сталин Молотовқа күніне 1,5 миллион пұт астықты сыртқа шығарудамыз. Менің ойымша бұл аз. Ең кем дегенде 3-4 миллионға дейін көтеру керек. Әйтпесе біз жаңа металлургиялық машина жасау заводтарынсыз қаламыз деп жазды. Ашаршылықтың басты себебі ауыл шаруашылығын ұйымдастырудағы алған бағыттың қателігінен болды. Осы шара жергілікті ұлттың дәстүр мен өзіндік ерекшеліктер ескерілмей, әпербақандыққа салынып ойланбай жүргізілді. Сталиннің индустрияландыру саясаты тұсында халық астық дайындау науқанының құрбаны болды. Осы саясат елдегі бүкіл шаруалардың қасіретіне айналды. Ресейдің тарихшы ғалымдары қазақтардың аштан қырылуын сталиндік тоталитарлық режимнің қателігі деп түсіндіреді. Егер Сталин қателік жасаған болса, оны түзетуге мүмкіншілігі болды ғой. Ол қазақтардың аштықтан халық қырылып жатыр деген жан айқайы шыққан хаттарына дауласуды тоқтатыңдар, бізге астық қажет деп жауап береді. Ал Ворошиловтың 1934 жылғы 17-ші съезде сөйлеген сөзін қалай түсінуге болады? Нан керек болған соң біз аштықты әдейі жасадық. Нәтижесінде жұмыс істей алмайтын шаруалар мен кулактар ашаршылықтың құрбандары болып, тап ретінде жойылды деп өздерінің жасаған қылмыстарын жетістікке балады. Елде жаппай ашаршылық орын алғандықтан 1933 жылы Қазақстан үкіметінің басшысы Ораз Исаев даладағы аң құс пен балықты аулатпау туралы қаулы күшін жойсын деп халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Куйбышевке өтініш хат жазады. Куйбышев жауап хатында қабылданған қаулы өз күшін жоя алмайды. Егер қазақтар бір құс атып немесе балық ауласаңдар, сотталасыңдар деп жауап береді. Бұл не сонда? Қателік пе? Қазақтар қолдан жасалынған аштықтан миллиондап өліп жатқан кезде осындай қаулы қабылдап заң шығару қателік пе? Жоқ, бұл қателік емес. Бұл қылмыс. Бұл сталиндік жүйенің қазақ ұлтын жоюға бағытталған жоспарлы саясаты. Бұған кінәлі Ресей бұрынғы, соны қазіргі бүгінгі орында отырған Ресейдің өкіметі бізден кешірім сұрауы керек. Егер ары ұяты болатын болса, сұрайды. Ал ары ұяты жоғалған болса, онда сұрамайды ол. Аштықтың кесірінен ауруға ұшырағандарды емдемеу жайлы Голощекиннің айтқан ойын ағылшын жазушысы Роберт Конквест «Жатва скорби» деген кітабында былай деп келтіреді. Аштықты дәрімен емдеуге болмайды. Аштардан ештеңе ала алмайсың. Адамның барын сығып алғаннан кейін оның мемлекетке керегі жоқ. Оларды не үшін емдейміз? Өкімет халықтың барлық малы мен азық түлігін тартып алып, Ресей өнеркәсіптеріндегі жұмысшыларға жіберіп жатқандықтан, ашаршылық әсіресе балаларға қиын дейді. Аштықтан балалар көп шетінеді. Павлодар ауданының нөмірі 16 ауылында аштықтан 19 бала өлген. Торғайда ата-анасыз қалған 4 жасқа дейінгі балалар тегіс қырылып қалды. Мәскеуден Қазақстанға жер аударылып келген профессор Гаврил Невадовскийдің қызы Татьяна Невадовская өзінің «Қазақстан қасіретнамасы» деген өлеңін жазды. Көз алдымда мұз құрсанған өліктер, кір қожалақ, балақ бейті бас көрген, бірақ оны елемеймін мен түптен. Көрген сәтте сорлыларды бос көлген, ет жүрегім жүгірмей ағын тіккен.
киімім көк, ашуды білмеймін. Аш шалаңаш бәрі дағы олардың ашыққандар шөп шаламды ақтарар. Табан ба деп жартыдан. Әлсіз қолға ілік тақыр түйірден. Қуаныштан өкіруге шақ қалып сыбағаға көз сүзеді бұйырған. Жазығы не? Кімдер бүйтіп қорлаған? Туған жері өз елінде емес пе? Қыз балалар тумай жатып сорлаған. Ата-аналарынан айырылып, қараусыз қалған балалар қатты қиналды. Баспанасыз қаңғырып қалған балалар суықтан, аштықтан, аурудан зардап шекті. Аман қалғандары балалар үйіне орналастырылды. Партияның жауапты қызметкері Мансур Ғатауллин халықтың хал жағдайын білу үшін 1933 жылы қыс айында Қарқаралыдағы кент елді мекеніне барады. Ғатауллин осындай сұмдық оқиғалардың куәсі болған кезде кеңес үкіметінің тарапынан түрлі қатыгездіктер болып жатты. 1931 жылдың шілде айында ОГПУ-дың шет аудандық бөлімінің бастығы Сычевтың бұйрығымен тұтқындалған 8 қазақ соттың үкімінсіз атып тасталған. Осы жылдың көктемінен бастап 30-40 адамды ешқандай себепсіз атып тастау орын алған. Коммунистер қазақтарды қинау мен айуандықтың небір түрлерін қолданғанымен қоймай, олардың қандарын ішкенін құпия құжаттар айғақтайды. В России в 1891 жылы Волга бойында ашаршылық болғанда, Қазанда оқып жүрген 21 жастағы большевиктердің болашақ көсемі Ленин аштық пролетариаттың билікке жетудегі негізгі қаруы деп ашаршылыққа ұшырағандарға көмектеспеу туралы ашық айтқан болатын. 1918 жылдары Лениннің өзі бастап берген осысын оның сүйікті оқушысы Сталин 1930 жылдары толығымен жүзеге асырды. Сол жылдары ел аралаған жазушы Ғабит Мүсірепов қазақ ауылдарындағы киіз үйлердің қаңырап бос қалғанын, халықтың аштан қырылғанының куәсі болады. Мүсіреповтер бір киіз үйге кірсе адам кейпінен айырылған жас қыз аштан өлген туыстарының етін жеп жүр екен. Халықтың басына түскен нәубет туралы республика басшылығына, Мәскеуге хаттар бірінен кейін бірі кетіп жатты. 1932 жылы Бесеудің хаты жарияланды. Ғабит Мүсірепов, Мансур Ғатауллин, Мұташ Дәулетқалиев, Емберген Алтынбеков, Қадыр Қуанышев өлкенің басшысы Голощекинге халықтың аштан қырылып жатқаны туралы шындықты айтып хат жазды. 1933 жылы РКФСР Әділет халық комиссары Крыленко Тұрар Рысқұловқа ашыққан босқын қазақтар арасында адамның етімен тамақтану жиі кездесіп жатыр. Мұндай құрбандыққа көбінесе балалар тап болуда. Тоқмақ қаласында босқын қазақтар тамақтанатын пункттің маңынан ішек қарны алып тасталған 5 жасар қыздың басы мен денесі табылған. Тергеу барысында қыздың етін қазанға қайнатып жейін деп жатқан 3 еркек ұсталған. Осындай жағдайлардың орын алуы көбею үстінде деп жазады. Алматы облыстық партия комитетінің төтенше уәкілі Тыныспаев қамаудағы 2 тұтқынға әйелдер алып келген шелектерде пісірілген адам еті бар болып шықты. Бұл адамдар ұдайы таяз молаларды ашумен айналысып, өлік етімен
тамақтанып келген деп жазады. Балалар үйінде де жағдай қиын болды. Гуляевкадағы 300 орындық балалар үйінде күніне кем дегенде 5 бала өліп отырған. Тірі жүргендердің арықтағаны соншалық, терілері сүйекке жабысып қалған. Кейбіреулері көгеріп, ісініп кеткен. Семей аудандағы балалар үйінің жертөлесінен сасып кеткен 20 баланың мүрдесі табылған. Алматы облысының Ақсу ауылындағы есік терезесі жоқ Атқорада орналасқан балалар үйінде 90 бала аштан өлген. Қазақ ұлтының жойылып кетуіне араша түскен қайраткерлер қуғындалып сотталды. Сендер мені халық жауы деп соттап жатырсыңдар. Бірақ мен халық жауы емеспін. Мен сендердің нағыз халық жаулардың жауымын. Сендер менің еш кінәсіз халқымды қырдыңдар. Менің жаным олардан артық емес. Мені жазықсыз соттап жатырсыңдар. Бірақ тарихтағы әділ соттан ешкім де қашып құтыла алмаған. Тарих әлақ. Әркімге өз бағасын береді. Менің халқымның алдында арым таза. Осылай жан түршігерлік ашаршылықтан халқымды құтқарамын деп басын бәйгеге теккен мыңдаған асыл азаматтар аяусыз атылды. Ат деген кім? Атқан қайсысың? Қаным қайда төгілген? Қабірім қайда көмілген? Ей Алаштың ерке баласы, азап пен қайғыға толы, зобалаң ашаршылықтан қазақтың көбі қырылып қалды. Қазақтың кең сахарасында аштықтан босып көшкен халық сенің ата-баба, бауырларың. Сен сол қасірет көшінен аман қалған адамдардан тараған ұрпақ екеніңді ұмытпағайсың. Қазақтардың саны 1897 жылғы санақ бойынша 4 миллиондай болған. 20 жылдан кейін 1917 жылдары 50%-ға өсіп 6 миллион болды. Табиғи өсімді есептегенде 1939 жылы кемінде 8 миллиондай болу керек еді. Бірақ ресми санақ бойынша 2 миллион 500 мыңдай ғана қазақ қалған. 1 миллиондай қазақ шетелге босып көшіп кетті десек, қалғандары ашаршылық пен қуғын сүргіннен көз жұмды. 20 ғасырда жер бетінде қазақ ұлтындай қасірет шеккен халық болған жоқ. Өкінішке орай жазықсыз жапа шеккен ашаршылық құрбандарын осы күнге дейін жоқтай алмай келеміз. Кешіріңдерші бізді, кешіріңдерші.